Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің атым Әділ. Қазір сіздерге жалпы шетелде магистратурада оқу жайында толыққанды ақпарат беремін. Қазақи, жалпақ тілмен түсіндіремін барлық нәрсені. Сол себептен видеоны аяғына дейін қараңыздар. Бұл жерде менде ораторский еш нәрсе жоқ. Жалпақ тілмен кәдімгідей сіздерге толыққанды түсіндіріп беремін. Ең алдымен не себептен, яғни Түркияда магистратурада оқыған тиімді? Біріншіден келетін болсақ, ол бағасы. Яғни бағасы өте тиімді. Яғни Түркияда оқыған магистратурада. Мен оқыған жылы, яғни мен 2018-2019-дарда кеттім ол жерлерге оқуға түсуге. Ол жерлерде мысалы мен жылды оқу ақым 75 мың 80 мың теңгенің арасында болды. Әрине қазір ондай бағалар жоқ, өйткені Түркияда девальвациялар болды. Былай айтқанда лира күрт құлады. Мысалы мен оқыған жылдары 1 лира 80 теңге болса, қазір 1 лира 12-13 теңге болып қалды. Енді өздеріңіз көргендей. Міне мысалы мен қазір казну, яғни әл фараби атындағы казгу университетінің несін ашып отырмын. 2025-26 жылға оқу ақы, яғни 1 миллион 400 мың, енді 1 миллион 200 мың, 1 миллион 400 мың теңгеден басталады. Көп бөлімдер, яғни мамандықтар 1 миллион 200, 1 миллион 400 мың теңгенің жобасында. Яғни бізде жақсы университеттердің барлықтарында жылдық оқу ақы осы 1 миллион 400-ден басталады. 1,5-2 миллионға дейін баратындар да бар. Мына жерде енді екінші нені Түркиядағы университетті көрсеткім келіп отыр. Бұл мемлекеттік университет, Мармара университеті. Жоғары жақта көріп отқан шығарсыздар. СБ Мармара Эду-ТР деп тұр, яғни соның сайтынан қарап тұрмын. Мына жерде енді жылдық оқу ақысы программ топлам үчреті деп тұр, 60.450 деп тұр. Яғни бірінші семестр, екінші семестр деп тұр. Яғни жылдық оқу ақысы 60 мың лира. 60 мың лира дегеніміз, қазір калькуляторды ашып қарайық. 60 мың лира 60 мың лира, қазір лира примерно 13-12 дей берейікші, енді 12 болатын болса 720 мың теңге болады. Жылдық оқу ақысы 720 мың теңге. Былай айтқанда Қазақстанға қарағанда 2 есе арзанырақ болып тұр. Тағы да бір айта кететін нәрсе, мемлекеттік университеттерден басқа жекеменшік университеттерге де түсуге болады. Осы уақытқа дейін көбісі мынандай нәрсе болды, оның алдындарда әрине. Мемлекеттік университеттер арзанырақ деген нәрсе болатын жекеменшік университеттерге қарағанда. Өткен біздің Қазақстанда дәл солай, мысалы жекеменшік университеттер бізде қымбат. Түркияда былай айтқанда магистратура келетін болсақ та, бакалавриатқа келетін болсақ, қазір бағалар былай айтқанда бірдей. Яғни сол себептен жекеменшік университеттерді таңдасаңыздар да болады. Жекеменшік университеттерде мүмкіндік көбірек болады. Яғни біздің мысалы жекеменшік университеттерді алатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, мысалы МАП, КБТУ, КИМЭП деген сияқты, олар мысалы британский неге қатты негізделген, яғни сол британский методпен сабақ береді. Британияға немесе Европаға барып ауысу бағдарламасымен барып қайтуға мүмкіндігі болады. Және тағы бір ерекшелігі, шетелдік мұғалімдерді алып келіп, яғни шетелдік мұғалімдер сабақ береді. Яғни бұл жерде де дәл солай десе болады ше. Мысалы мына жерде мен сіздерге Стамбул Кент университетін көрсеткім келіп тұр. Бұл магистратураға түспей тұрып, мына бакалавриат туралы айтқым келіп тұр. Не себептен дейтін болсаңыздар, қазір түсінесіздер. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар, мысалы Стамбул Кент университеті, мына Стамбул Кент университеті жылдық оқу ақысы міне bachelor degree деп тұр. Bachelor degree'ді мысалы қараңыздар, мына жақта программ деп тұр, language instruction, duration, annual tuition fee деп тұр. Мына жақта мамандық, мысалы гастрономия, түрік тілінде 4 жыл, және annual tuition fee деп тұр, $4,400. Яғни жылдық оқу ақысы $4,400 жылына. Енді магистратураға келетін болсақ, міне master degree деп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Master degree деп тұр. Бұл жерде де мамандық жазылып тұр, қай тілде оқитындар жазып тұр. Бұл жерде жыл емес, бұл жерде семестр жазылып тұр. Өйткені магистратура, яғни 1,5 жыл немесе 2 жыл оқисыздар. Және де program fee деп тұр. Program fee деген полный, яғни мысалы 1,5 жыл оқисыздар, 1,5 жылдық бағасы бұл деген. 2 жыл оқисыз ба, 2 жылдық бағасы. Мысалы мына жақта деген, мысалы бизнес менеджмент дейікші, енді көбіміз енді менеджмент мамандығына түскіміз келеді. Мысалы ше, тезис деп тұр, түрік тілінде 4 семестр, яғни 2 жыл деген $3,500. Яғни бүкіл программаға $3,500. Яғни 1 жылдық оқу ақысы $1,750. Мына жақта енді калькулятормен есептеп жүрейік. Мысалы $3,500 деп тұр, оны 2-ге бөлесіздер, өйткені 2 жыл оқисыздар, $1,750. Оны көбейтеміз. Қазір доллар 510 болып тұр, енді доллар көтеріліп түсіп тұрады, сол жағын енді қарап отыру керек болады. 792 мың теңге. Яғни жаңа Стамбул Кентте, Мармара университетте екеуі де былай айтқанда Стамбулдың дәл ортасында орналасқан, екеуінде дипломы халықаралық. Жылды оқу ақысының айырмашылығы 180 мың теңге төңірегінде. 180 емес, даже 162 мың теңгенің төңірегінде келеді.
вот осындай нәрседе болады ше. Бұл жекеменшік университеттің өзі де былай айтқанда Қазақстанға қарағанда енді арзанырақ келеді. Бұл жерде мен жалпы кемсіткім келіп отқан жоқ Қазақстанның оқуын. Біздің Казгу университеті былай айтқанда әлемдік деңгейде The World University Rankings-та 378-ші орын алды. Бұл жерде мен айтқым келіп отқан, магистратураға түсем деушілер, сіздерге жалпы мен магистратураны шетелде оқығанға кеңес беремін. Не себептен дейтін болсаңыздар, көзқарастарыңыз өзгереді. Яғни жаңа тіл біліп келесіз, және де саяхат жасап келесіз. Ол өте керемет мүмкіндік болады. Ары қарай мына жақта магистратура оқып жүргенде сіздер жұмыс тауып кетсеңіздер де болады. Яғни бүкіл мемлекеттерде, жалпы Түркияда ғана да емес ше, магистранттар мен докторанттарға жұмыс істеу рұқсат етілген. Яғни кәдімгі официально өз мамандықтарыңызбен жұмыс істеуге мүмкіндік бар сіздерде дегенше. Осы мына жаққа келіп сіздер деген осы турецкий фирмаларға немесе жаңа Erasmus'пен барып, немесе стажға әрекеттілік деген нәрсе бар. Мен алдыңғы видеоларымда айтқанмын ол не екенін. Яғни практиканы шетелде, яғни Европада өтіп қайтуға мүмкіндік бар. Яғни Европаға барып, сол жерде көзге көрініп, ары қарай жұмыс істеп кетсеңіздер болады. Яғни не деген керемет мүмкіндіктер ашылады, егер сіздер магистратураны шетелде оқитын болсаңыздар. Өздеріңіз ойлаңыздар, өте керемет нәрсе ше. Сосын тағы да бір айтқым келіп отқан нәрсесі, мына жерде байқаған шығарсыздар, жаңа мен Стамбул Кент университетін ашқан кезде non tezis деп тұр. Яғни ол не? Яғни осы нәрсені көбісі түсінбей жатады. Тезис деген ол, яғни диссертация мен нон тезис деген без диссертация. Яғни бұл нәрсе кімге қажет дейтін болсаңыздар, бұл нәрсе көбінесе мұғалім болатын адамдарға қажет қой. Жаңағыдай университетте, мектепте мұғалім болатын, ары қарай жаңағы докторантура оқығысы келетіндерге өте маңызды. Өйткені нон тезис болатын болса, то есть без диссертация, сіз ары қарай магистратураны бітіресіз ғой без тезиса, сіздер ары қарай докторантура жалғастыра алмай қаласыздар. Сіздер 1,5 жыл оқисыздар, бітіріп кетесіздер. Ал егер сіздер ары қарай докторантура жалғастырып, ректор, проректор немесе мектепте болсаңыздар, завуч, директор өскілеріңіз келетін болса, сіздерге тезиспен, то есть жаңағыдай немен диссертациямен түсу қажет болады. Өйткені сіздер ары қарай былай айтқанда ступенькамен көтерілесіздер. Яғни мұғалімдер үшін ол өте маңызды. Яғни сол нәрсені байқаңыздар. Ал қалған мамандықтарға жаңа экономический, техническийларға ол қажет емес десе болады. Енді техническийлар мен экономический әрине болашақта мұғалім болып кетіп жатады ғой, енді ше, былай айтқанда 20 жыл, 30 жыл бір фирмада жұмыс істейді, ары қарай бір университетке жаңағыдай лектор болып тұрып кетеді. Вот сондай кездерде егер сіздерге болашақпен қарайтын болсаңыздар, әрине сіздерге де тезиспен түскен дұрыс болады. Бірақ егер тез бітіріп ары қарай жұмыс жалғастырып кетемін дейтін болсаңыздар, нон тезис таңдасаңыздар болады. Ол жерде сіздер диссертация жазбайсыздар. Яғни дипломдық жұмыс болмайды. Яғни госэкзамен тапсырасыздар, диплом аласыздар, ол диплом кәдімгі магистрский диплом болады. Просто айырмашылығы сіздің дипломыңызда нон тезис деп жазылып тұрады. Вот осы нәрсесі бар. Сосын кімдер тапсыра алады? Яғни сіздер қазір 4-ші курста оқып жатсаңыздар, қазірден бастап құжаттарыңызды дайындап, транскриптпен тапсыра берсеңіздер болады. Яғни шетелдік университеттер қазірден бастап қабылдай береді. Яғни диплом күту міндетті емес. Яғни бізде көбінесе Қазақстанда қалай дипломды күтеміз, немесе ұбт-ын тапсырған бітіп, аттестат алғаннан кейін жаздарға таман болады тапсырулар, июльде, августте деген сияқты. Шетелде олай емес. Қытай болсын, Малайзия болсын, Түркия, Италия, Чехия болсын, оларда тапсыру ерте болады, қыста болады. Сол себептен де олар, мысалы, қазақстандықтар бәрі біледі уже примерно ше, Қазақстан, Россия мемлекеттері қашан диплом алады, қашан не істейтіндер ше. Сол себептен оларға транскриптпен, аттестаттың былай айтқанда табельмен олармен тапсыруға рұқсат етілген. Сол себептен бостан бос уақыттарын жоғалтпай, қазірден бастап тапсыра берсеңіздер болады. Қазірден бастап тапсыратын болсаңыздар, грантқа түсу мүмкіндіктеріңіз де болады. Яғни мемлекеттік гранттар да бар, жекеменшік университеттердің беретін гранттары да бар. Ол жайында мен алдыңғы видеоларда түсіндіргенмін, қандай грант түрлері бар, ол туралы көрсеңіздер болады. Толыққанды ақпарат берген болатынмын. Және де сіздерді шақырғым келіп отыр тегін разборға. Мен қазір мына жақта WhatsApp номер тастап кетемін, сол жерге жазсаңыздар болады. Толыққанды мен сіздерге подбор жасап береміз. Біздің команда сіздерге толыққанды подбор жасап береді. Қай жерге түсу ыңғайлырақ болады. Тек қана Стамбул емес, Анкарада бар, Анталияға да түсіріп бере аламыз, Измирге де түсіріп бере аламыз. Жалпы Қытайға да түсіріп бере аламын, Малайзия, Италия, Чехия олар да бар. Қазір әрине мен сіздерге Түркия жайында айттым. Ол басқа мемлекеттің магистратура, бакалавриаттары туралы келесі видеоларда болады. Сол себептен парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алда мен осы қазақша контентте білім, яғни шетелде оқу туралы көптеген видеолар салам. Сол себептен таныс туыстарыңызбен, яғни қазақи аудиторияға таратуларыңызды сұраймын. Яғни сіздердің қолдауларыңызды сұрап отырмын. Видео пайдалы деген үміттемін. Барлық нәрсені толыққанды түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді
Шарттарына келетін болсақ, шарттарында ондай кейбір университеттер енді айлес жмат жри деген сияқты емтихандар бар, бірақ шетелдік азаматтарға көбінесе ол емтихандар қажет етпейді. Яғни университетке байланысты өзгереді. Яғни ол жағында мен сіздерге разборы толыққанды түсіндіріп беремін, қай жақтарға емтихан түсуге болады деген сияқты. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, ұмытып кеттім. Магистратураға түсу үшін де тіл білу міндетті емес. Яғни Түркияның осы жері жақсы, тіл білу міндетті емес. Түрік тілін білмей, ағылшын тілін білмей де сіз оқуға түсе аласыз, 1 жыл тіл үйренесіз, сосын келесі жылдан бастап ары қарай мамандықпен жалғастырып кетсеңіздер болады. Осымен менде барлығы болды. Қызықты болды деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыз.